Ал сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар, сіздермен бірге жалпы шырақ онлайн және мен пән мұғалімі Ернар Талғатұлы. Енді сіздермен біз бүгін жалпы материктерді бастаймыз. Жалпы ең үлкен материк, жалпы Еуразия материгі туралы сіздермен бүгін өтетін боламыз. Ондай болатын болса, сабағымызды бастайық. Енді бүгін сіздермен жалпы қарастыратын тақырып бұл бізде материк. Материктер дегеніміз не? Жалпы материк деген құрлықтар, мұхиттар мен материктер деп айтады. Мұхит деген бұл жалпы дүниенің, жалпы жердің су бөлігі болса, ал материк бұл дүниенің былайша айтқанда құрғақ бөлік. Енді қараңыздар, жалпы дүние жүзінде материктер бар, Еуразия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Аустралия, Антарктида деген секілді. Соның ішінде біз бүгін қарастыратын тақырып бұл бізде жалпы Еуразия туралы болмақ. Енді жалпы картада бір материк көрсетіліп тұр. Ол материк қай материк бізде? Солтүстік Америкада көрсетілген, Оңтүстік Америкада, Африкада көрсетілген, Аустралияда көрсетілген, Антарктида көрсетілген, бір материк көрсетілмеген. Ол қандай материк бізде? Ол материк бізде жалпы Еуразия материгі. Жалпы Еуразия материгінің аумағы берілген, ал жалпы Еуразия материгінің қай жерлерге десе, мынаның жалпы барлығы не істейді екен? Жалпы Еуразия материгіне кіреді екен. Келесі. Так, Евразия материгінің жалпы дейді 36%, яғни суши деп жатыр. Бұл жақта яғни суш. Яғни не? Құрлықта орналасқан. 36% суш, яғни құрлық. Келесі. Мынандай нәрсе бар бізде. Еуразия материгі не үшін? Жалпы мынандай сұрақтар туындауы мүмкін. Не үшін оны Еуразия деп айтады ағай жалпы? Мысалға Оңтүстік Американы Оңтүстік Америка деп айтады, Солтүстік Американы Солтүстік Америка айтады. Ал жалпы не үшін Еуразия материгін жалпы неге Азия деп айта салмайды немесе Европа деп айта салмайды десе, Еуразия материгінің біріншіден аумағы үлкен, екіншіден жалпы бұл жақта екі дүние бөлігі бар. Қандай дүние бөліктері бар? Еуропа мен екіншісі Азия. Енді қараңыздар, сондықтан да Еуропа мен Азия екі дүние бөлігі болғандықтан бұны не деп айтады екен? Бізде Еуразия материгі деп айтады екен. Жалпы енді Азия мен Еуропаны бөліп жатқан континент қандай континент жалпы? Бөліп жатқан ол бізде Еуропа мен Азия арасындағы шекара Орал тауы болады. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан да Еуразия деп аталады екен. Міне Орал тауы бізде былай барып, міне былайынан келіп, былай қарай көріп тұрсыздар ма? Барады екен. Міне осынша аумақты жалпы Азия былайша айтқанда көп бөлігін Азия, жарты бөлігін, яғни батыс жағын бізде Еуропа алады. Еуропа мен Азия арасындағы шекара бұл сіздерге тест сұрақтарында келуі мүмкін. Сіздер не деп жауап бересіздер? Орал таулары деп жауап бересіздер. Солтүстік мұзды мұхит жағалауынан Жайық өзеніне дейін және Қазақстанның солтүстік батысына дейін батыс Ресей арқылы солтүстікке және оңтүстікке қарай созылатын тау жүйесі жалпы осы бізде Орал тауы екен. Келесі. Жалпы Еуразия материгі солтүстік жарты шарда орналасқан, жалпы оңтүстік жарты шарда орналасқан материктер бар, мысалға жалпы Антарктида, Австралия, Оңтүстік Америка деген секілді. Одан кейін солтүстік жарты шарда орналасқан материк бар. Ол қандай материк? Бізде осы Еуразия екен. Оның аралдарының бір бөлігі оңтүстік жарты шарда да орналасқан дейді. Жалпы материктің солтүстіктен оңтүстікке қарай ұзындығы 8000 километр екен. Түсінесіздер ме? Яғни солтүстік мына бөліктен оңтүстік мына бөлікке дейін жалпы ұзындығы қанша дейді? Жалпы ұзындығы 8000 километр екен. Келесі. Ал батыстан шығысқа қарай материктің ұзындығы, яғни мына жақтан батыстан шығысқа қарай ұзындығы жалпы бізде қанша дейді? 16000 километр. Яғни қай жақ ұзын болып тұр? Байқасаңыздар, яғни батыстан шығысқа қарай аумағы ұзын болып тұр. Келесі. Енді жалпы Еуразия материгінің сіздерге тест сұрақтарында көп келіп сұрайтыны бұл жақта шеткі нүктелері. Еуразия материгінің солтүстік шеткі нүктесі қалай аталады? Солтүстік шеткі нүктесі мүйіс Челюсу екен. Оңтүстік шеткі нүктесі мүйіс Пи. Батыс шеткі нүктесі бізде мүйіс Рока. Шығыс шеткі нүктесі бізде мыс Дежного. Енді жалпы Еуразия материгін ол үлкен аумақты алып жатыр ғой. Енді мынандай нәрсе бар. Еуразия материгі басқа материктерден бөлініп жатыр. Бірақ прям жақын жатыр, бірақ сонда да бөлініп жатыр. Жалпы Еуразия материгі Африкамен жақын жатыр, бірақ орталарында бір нәрсе бар, бөліп жатқан. Ол жалпы бізде Суэц каналы. Яғни міне Еуразия мен Африканы бөліп жатқан ең ұзын канал. Көріп тұрсыздар ма? Өзен, өзен жүйесі жатыр, су жатыр. Бұл не істеп жатыр екен? Бұл бізде Африка мен Еуразияны бөліп жатыр екен. Бұл сіздерге тест сұрақтарында келеді. Суэц канал қай материктерді бөліп жатыр? Сіздер соған не деп жауап бересіздер? Африка мен Еуразияны бөліп жатыр деп жауап береді екесіздер. Міне. Көрсеңіздер, мына жақта бізде немен картамен көрсетілген, Жақсы. Мына сол жалпы Суэц каналында болған кезіндегі кемелер жүріп жатыр. Енді
Ever Given деген контейнерлік кемесінің апаты және одан кейінгі Суэц каналының бітелуі, яғни Суэц каналы бітеліп қалған екен бір жылдары. 2021 жылдың 20 наурызында болады бұл жағдай. Бұл жаһандық жүк тасымалының көп күнді құлдырауынан тудырды. Жаһандық сауда сағатына $400 миллион құрады дейді. Яғни бұл кейбірде кептелген екен, байқасаңыздар. Одан кейін Суэц каналы бітеліп қалған екен, бітелуі. Так, енді жалпы Еуразия материгі Солтүстік Америкаға өте жақын жатыр. Осы жақта бөліп тұрған бір бұғаз бар. Яғни Еуразия қарасаңыздар, Еуразия материгі тұр, мына Солтүстік Америка тұр. Ортасы чуть-чуть жақын. Бұны жалпы бөліп тұрған бұғаз бар. Қандай бұғаз десе, Беринг бұғазы. Бұл сіздерге жалпы тест сұрақтарында келеді. Осы бұғаздың жалпы жоғары жағында кім тұр? Солтүстік мұзды мұхит, астында Тынық мұхиты тұр. Еуразия материгі мен Солтүстік Америка материгін бөліп тұрған бұғаз. Сіздер не жауап бересіздер? Беринг бұғазы деп жауап бересіздер. Түсінікті ғой? Жалпы Еуразияны 4 мұхит шайып жатыр. Кейбір материктер, мысалы Африканы айтып кететін болсақ, Африканы мысалға көбінесе Үнді және Атлант, сонымен қатар мына Оңтүстік Америка материгін тоже Атлант пен Тынық шайып жатыр. Ал Еуразия жалпы мұхитын, Еуразия материгін жалпы 4 мұхит шайып жатыр екен. Қандай десе, біріншісі бұл бізде Солтүстік мұзды мұхит, Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, сонымен қатар қайсы Үнді мұхит екен. Еуразия 4 мұхитпен жалғыз жуылған жалғыз құрлық. Ол сондай-ақ теңіздердің ең көп санымен жуылады дейді. Міне көріп тұрсыздар, жалпы Еуразияның шығысы Тынық мұхиты, батыс жағы Атлант, солтүстік жағы солтүстік мұзды, оңтүстік жағы, яғни Үнді мұхиты шайып жатыр екен. Түсінікті. Еуразия рекордтары дейді, бұл білесіздер. Биіктік жағынан Гималай тауы алады, сонымен қатар тереңдік жағынан кейбір көлдер алады. Жалпы түсінікті. Енді мынаған тоқталып кетейік. Мынау өте маңызды. Бұны біз білу керекпіз. Даже сіздерге ескерте кететін болсам, бұны бір дәптерлеріңізге жазып жаттап алсаңыздар, өйткені тест сұрақтарына келіп қалу мүмкіншілігі жоғары. Бұл бізде тікелей Еуразия материгіне байланысты тақырып, мынау қазір айтып кететін нәрсе. Бұл яғни жалпы материктің сипаттамасы. Так, Еуразия материгі, материктің табиғат жағдайларының алуан түрлігі оның аудандарының үлкен болуымен түсіндіріледі. Яғни материкте неше түрлі климаттық белдеулер өтеді. Бұл мынандай табиғат ерекшеліктерімен көрінеді. Жалпы дүниежүзіндегі ең биік шың, дүниежүзіндегі ең биік төбе, бұл осы Еуразия материгінде орналасқан екен. Ең биік шың тау, Гималай тауындағы Джомолунгма шыңы, оның биіктігі 8848. Бұл сіздерге тест сұрақтарында келеді. Жалпы бұл Гималай тауы, білесіздер, Еуразия материгінде орналасқан. Оның ең биік шыңы не екен? Джомолунгма. Биіктігі қанша? 8848. Жер шарындағы теңіз деңгейінен ең төмен орналасқан жер жалпы осы жақта да орналасқан. Ол қандай десе, Арабия түбегінің солтүстік батысындағы өлі теңіз орналасқан. Гхор ойысы деп айтады. Оның деңгейі -403. Еуразияның жалпы ең биік жері 8848 болса, ал ең төмен нүктесі немесе ең төмен орналасқан жері жалпы ол бізде қай жер дейді? Өлі теңіз орналасқан Гхор ойысы. Арабия түбегінде қанша? 403 метр еді. Жалпы осы жақта Еуразия материгіндегі ең үлкен түбек бар. Ол қандай түбек? Ол бізде Арабия түбек. Түбек дегенде жан-жағын 3 су қоршап жатқан жерлер. Оның ауданы 3 миллион километр квадраттан артық. Так, Еуразия материгінің сонымен қатар ең суық жер бар, ең ыстық жер бар. Басқа материктер секілді. Так, Еуразия материгіндегі жалпы айтып кетейік, солтүстік Сібірдегі -71 градус температура тіркелген. Оймякон елді мекен солтүстік жартышардағы суықтық полюсі болып табылады. Бұл яғни ең суық жерлердің бірі Еуразиядағы. Ал Еуразиядағы ыстық әрі аптапты жер, яғни Еуразиядағы ең ыстық жер, бұл Үндістандағы Тар шөлі. Ол жақтың жалпы қанша температура байқалған десе, бізде +53 градус байқалған екен. Жер шарындағы жылдық жауын-шашын ең көп түсетін жер, жалпы жер шарындағы ең көп жауын-шашын түсетін жер осы тоже Еуразия материгінде Гималайдың оңтүстік шығыс беткейінде Чарапунжи деген елді мекен бар. Ойлаңыздар, бұл жаққа жылына 12.000 миллилитрден артық жалпы жауын-шашын түседі екен. Яғни күнде жауын секілді ғой, былай қарап тұрсаңыздар. Сондай. Келесі. Мынау да өте маңыздылардың бірі бізде. Келесі нәрсе. Аса құрғақ, так аптапты бұны өттік жалпы, Арабия оңтүстік жауын-шашын мөлшері 15 миллилитрден аз. Жалпы Арабия жақта, Еуразияда Арабия жақта ең аз жауын-шашын осы жақта көбінесе байқалып қалады екен. Бұл жақта қанша екен? 15 миллилитрден аз. Жылына ойлаңыздаршы. Жер шарының ең үлкен көлі жалпы Еуразия материгінде бұл қандай көл? Каспий көлі. Каспий теңізі. Негізі Каспийді көбісі теңіз деп айтады, негізі Каспий қалдық көлге жатады. Еуропа мен Азия аралығында орналасқан, оның ауданы 390.000 километр квадрат. Еуразия материгіндегі жер шарындағы ең терең көл. Жалпы Еуразия материгінде орналасқан ең терең көл бар. Ол қандай көл? Бізде Байқал көлі. Оның тереңдігі қанша дейді? 1620 метр.
Келесі, Еуразияда солтүстік жартышарға тән барлық климаттық белдеулер мен табиғат зоналары кездеседі. Еуразия материгінің жағалаулары барлық мұхиттар, сулар шайып жатыр, бағана айтып кеткендей. Түсінікті ғой? Келесі, жалпы Еуразияның енді біз қазір геологиялық құрылысы және тектоникалық аймақтарына тоқталатын боламыз. Енді сіздер білесіздер, Евразийский плита мен үнді австралиялық плита соғысу арқасында бізде жалпы осы шекара аумағында үлкен тау болған болатын, тау пайда болған болатын. Ол қандай тау? Ол бізде Гималай тауы. Басқа континенттерден айырмашылығы, Еуразия бір емес, екі литосфералық плитадан тұрады. Бұл сіздерге тест сұрақтарында келіп қалуы мүмкін. Басқа материктерден айырмашылығы бар және бір емес, екі плитадан тұратын материк деп. Бұл қандай материк бізде? Еуразия материгі. Ол қандай плиталар десе, Еуразиялық және үнді австралиялық. Міне осы мен осы. Келесі. Олардың арасында шекара Гималай таулы белдеуімен өтеді. Яғни мынаның астындағы плиталар мен мынау соқтығысқан не пайда болған? Бізде жалпы Гималай тауы пайда болған, иә? Платформалар тұрады, олардың арасында әртүрлі жастағы қатпарлар жатыр. Еуразиядағы жалпы қатпарлы белдеулер Альп, Гималай, Тынық мұхиттық, ал ежелгі қатпарлылығы Орал, Алтай, Тянь-Шань, Алтай, Саян, Еуропаның орташа таулары кіреді екен. Так, Еуразияның геологиялық құрылысы және тектоникалық аймақтары қозғалмалы бөліктерін айтып кетсек болады, аяқта. Еуразияның ежелгі платформалары, яғни платформа дегеніміз не? Платформа дегеніміз жердің аз қозғалатын бөлігі, иә. Геосинклинал жердің көп қозғалатын, жер сілкінісі болатын жер болса, ал платформа деген жалпы жердің аз қозғалатын бөлігі. Еуразияның ежелгі платформалары қандай жерлер? Шығыс Еуропа, Сібір, Қытай, Корей, оңтүстік Қытай, Үндістан, Африка, Арабия. Ал Еуразияның жас платформаларына жалпы Батыс Сібір, Тұран жатады екен. Бұл яғни ежелгі платформалар мен жас платформалардың айырмашылығы, иә. Үнді Аустралия платформаларға Үндістан, Африка, Аравияның шығысы. Еуразия платформасы осы да тест сұрағында келуі мүмкін. Шығыс Еуропа, Сібір, оңтүстік Қытай, Қытай, Корея, Батыс Сібір, Тұран, Африка, Аравияның солтүстігі жатады екен. Ал енді сонымен қатар Еуразия қалқандар бар, иә. Қалқандар дегенімізде ежелгі платформалардың негізін құрайтын қатты кристалды жыныстардың жер бетіне ашып шығып жатқан бөлігін жалпы Еуразияда қалқандар деп атайды. Түсінікті ғой, жалпы қалқан дегеніміз екен, яғни платформалардың негізін құрайтын қатты кристалл жыныстардың жер бетіне ашық шығып жатқан бөлігін жалпы қалқан деп атайды екен. Енді жалпы Еуразияда білесіздер белдеулер бар, иә, жалпы. Альпі, Гималай, Шығыс Азиялық. Так, белдеулер Альпі, Гималай, Еуразиялық белдеулерге бізде жалпы Пиреней жатады, Альпі, Карпат, Кавказ, Памир, Гималай. Пиреней 1755 жыл Еуразияның оңтүстік батысынан Азияның оңтүстік шығысына дейін созылып жатыр және біздің елді қамтиды. 1911 жылы Алматыда осы жалпы білесіздер, бізде тектоникалық жалпы жер қозғалыстарына байланысты 9 балдық жер сілкінісі болатын. Енді екіншісі, бұл бізде Шығыс Азиялық Тынық мұхиттық, Камчаткадан үлкен Зонд аралдарына дейін созылады. Еуразияның шығыс жағалауында бұл Тынық мұхиттық от Сақинаның бөлігі. Курил, Жапон және үлкен Сунда аралдары Кракатау жанартауы 1880 жыл дейді. Тынық мұхиттық белдеуге Чукотки, Камчатка, Сихото-Алин, Анды, Кордильера және Тынық мұхиттың аралдар доғалары кіреді. Мынау бізде жалпы Альпі Гималайский пояс дейді. Мына көрсеңіздер. Мына тура осылай не істеп жатыр? Қиып жатыр, иә. Мына уақытта бізде Еуразияның батысында Атлант мұхиты, иә, жалпы. Мына шығысында бізде не қандай мұхит? Тынық мұхиты. Ары қарай кете береді. Тихоокеанский пояс дейді, мына Камчатка түбегі, одан кейін былайынан бөлінеді, түсінікті ғой, иә. Так, Большие Зонские острова, мына оның бөлігі де тура осылайынан шығыс жақта, иә, Еуразияның оңтүстік шығыс бөлігіне жатады. Енді жалпы Еуразияның жер бедеріне тоқталайық. Жер бедеріне келесі нәрсе. Еуразияның орталық аймақтарында платформалар басым. Яғни Еуразияның орта аймақтары, жалпы Азия жерлері платформалар басым дегеніміз, бұл жақта жер сілкінісі өте сирек және аз кездеседі. Оңтүстік және шығыс аймақтарында қатпарлы аймақтар басым. Сондықтан солтүстік пен батыс негізінен жазықтар, ал оңтүстік пен шығыста таулар дейді. Так, Еуразиядағы жер бедерінің негізгі түрлері, Еуропа мен Азияның жер бедері бір-бірінен үлкен айырмашылық жасайды. Еуропа ойпаты аласа таулы болып келеді. Биік таулар тек оңтүстік бөлігінде ғана шоғырланған. Еуропаның негізгі бөлігін дүниежүзіндегі ірі жазықтардың бірі Шығыс Еуропа жазығы жатады екен. Азияның 3/4 бөлігі таулы үстірттер, таулы қыраттар және тау жоталары болып бөлінеді екен. Еуропада не дейді? Еуропада негізгі бөлігін дүниежүзіндегі ірі жазықтардың бірі Шығыс Еуропа жазығы жатады. Ал Азияда 3/4 бөлігі не дейді? Үстірттер мен таулы қыраттарға жатады екен. Келесі, материкте жазықтық екі белдеу ерекшеленеді.
Так, материктер жалпы бізде Еуразия материгінің солтүстік белдеуі мен оңтүстік белдеуі бар. Солтүстік белдеуге бізде шығыс Еуропалар кіреді, батыс Сібір, орта Сібір үстірті, ұлы Қытай жазығы. Ал оңтүстік белдеулер көбінесе Арабия үстірті, Декан үстірті, Месопотамия ойпаты және Үндік Ганг ойпаттары кіреді екен. Ал енді мыналардың негізін сіздер жаттап алыңыздар, өйткені бұл сіздерге тест сұрақтарында келіп қалуы мүмкін. Біз просто былай тоқтала кетейік. Батыс Сібір жазығы. Жазық солтүстікке қарай таралатын трапеция түрінде болады. Оның оңтүстік шекарасы солтүстікке дейін қашықтық шамамен 2,5 шақырымға жетеді. Міне осы нәрсе сіздерге тест сұрақтарына келуі мүмкін. Сонымен қатар Үнді Ганга жазығы ұзындығы шамамен 3000 шақырым, ені шамамен 250-350 шақырым болатын жазық ауданы 2,5 миллион километр квадрат. Міне осыларды сұрақтарға келуі мүмкін. Яғни нақтағы барлық нәрселер, мен белгілеп отқан барлық нәрселер сіздерге тест сұрақтарына кездесіп қалуы мүмкіншілігі жоғары. Бұл бізде нелер? Бұл бізде Еуразияның жазықтары, солтүстік белдеуі мен оңтүстік белдеуі, яғни жазық. Енді Еуразия материгінің жалпы тауларына тоқталып, Еуразия материгінде жалпы жас таулар биіктігі, өткір шыңдар мен тікелей беткейлері бар дейді. Яғни жас таулар көп, Еуразия материгінде жас таулар бар, өткір шыңдар мен тікелей беткейлері бар дейді. Еуразияда көп таралған басым таулар, яғни көптеген аумақты алып жатқан таулар қандай таулар десе, жалпы Альпі, Пиреней, Европада Кавказ, Гималай, Орта Азияда Тибет тауы және Қырым, Карпат таулар жатады. Ескі таулар жел мен судың әсерінен құлдырай беретін аласа шыңдар мен көлбей беткейлермен сипатталады. Яғни ескі таулар немен сипаттайды екенбіз біз? Судың әсерінен құлдырай беретін аласа шыңдар мен көлбей беткейлермен сипаттайды екенбіз. Жел мен судың әсерінен құлдырай беретін аласа шыңдар мен көлбей беткейлермен сипаттаймыз. Еуразияның ежелгі тауларына қандай таулар жатады десе, бұл сіздерге тест сұрақтарына келуі мүмкін. Қандай таулар десе, Саян, Тянь-Шань, Памир, Алтай, Орал таулары және Қарақорым жотасы және Скандинав таулары дейді. Келесі. Енді Еуразиядағы ең үлкен және биік таулардың бірі, бұл бізде, яғни Азияда орналасқан Гималай тауы, әлемнің ең жас тауы, сонымен қатар ең биік тау. Әлемнің төбесі деп те аталады бұл тау жалпы. Материктің оңтүстігінде орналасқан Гималай Тибет таулы аймақтарында, яғни Үнді Ганга ойпаты арасында орналасқан. Гималай Үндістанда, Непалда, Қытай мен Тибет автономиялық аймағында, сонымен қатар Пәкістанда және Бутанда таралған. Яғни бұл тау бірнеше мемлекеттерде таралған. Айтып өтетін болса қандай дейді, бағана айтып кеткен сияқты, Үндістанда, Непалда, Қытайда, Тибетте және осы жақтарда Пәкістанда, Бутанда таралған екен. Яғни өте үлкен аумақты алып жатыр. Біріншіден, расширена жалпы ені бойынша ұзындығы да үлкен, екінші биіктігі де үлкен. Келесі қараңыздар, Гималай тау бөктері Бангладештің солтүстік бөлігін алып жатыр. Жалпы енді Гималай тауының ұзындығы өте ұзын. Қанша десе, ұзындығы 2900 километрді құрайды екен. Ойлаңыздар, бұлайынан созылып жатыр, Ені шамамен 350 километр дейді. Ені қалай? Ұзындығы былайынан кетсе, ені былай кетеді, мысалға. Ұзындығы міне былай кетсе, ені бізде былай таралады, Енді келесі нәрсе. Ені шамамен 350 километр, ауданы шамамен 650 мың километр квадратты құрайды. Жоталардың орташа биіктігі 6 километр, яғни таудың орташа биіктігін 6 километр құрайды екен. Ал максималды жалпы Джомолунгма материгінің ең биік шыңы 8848. Қандай шың? Джомолунгма, немесе бұны Эверест деп айтады. Так, бір қызықты, бір қызығы жер бетінің ең биік шыңның жанында үшінші атауы бар. Қандай атау дейді? Сагарматха, Непал тіліне аударғанда ол Құдайдың анасы деген анасы сияқты естіледі. Құдайлардың анасы сияқты естіледі дейді. Джомолунгма екінші атау тек. Джомолунгма Тибеттегі өмірдің құдайлық анасы дегенді білдіретін Гомома Лунг өрнегінен шыққан дейді, жалпы. Так, сонымен қатар осындай атаулар берген екен. Джомолунгма жалпы өмірдің құдайлық анасы, сонымен қатар қайсы бағана біз айтып кеткен? Сагарматха, яғни Непал тіліне аударғанда құдайлардың анасы, осындай жалпы атаулар бар екен. Келесі Еуразия материгіндегі үлкен таулардың бірі, бұл бізде ұзындық жағынан да жалпы биіктік жағынан үлкен таулардың бірі, бұл бізде Альп. Бүкіл Еуропада орналасқан жерлер арасында ең биік және ең ұзын тау жотасы. Альпі Лигурия теңіз орта Дунай ойпатына дейінгі солтүстік батысқа қарай дөңес тоғанмен созылған жоталар мен массивтерден күрделі жүйесі. Альпі 8 елдің аумағында орналасқан. Осы нәрсені білу керекпіз. Альпі тауы, міне осы тау 8 елдің аумағында орналасқан. Қандай десе, Франция, Монако, Италия, Швейцария, Германия, Австрия, Лихтенштейн және Словения жерінде орналасқан, мемлекеттерінде орналасқан екен. Альпі доғасының таудың жалпы ұзындығы бізде 1200 километр, осыны білу керекпіз. Одан кейін бізде несі? Жалпы ені қанша дейді? 260 километрге
дейін. Так, Альпінің ең биік шыңы Франция мен Италия шекарасында орналасқан теңіз деңгейінен 4800 метр биіктіктегі Монблан тауы. Бұл сіздерге тест сұрақтарында келіп қалуы мүмкін. Ең биік нүктесі 4810. Келесі, Апеннин тауы. Бұл Апеннин дегеніміз, яғни түбекте орналасқан таулар, иә. Италия мен Сан-Маринодағы таулар солтүстігіне қарай 1000 километрден астам. Негізінен Апеннин түбегіндегі шығыс жағалауында орналасқан. Басым биіктігі 1200 бен 1800 метр. Жалпы солтүстікке қарай қанша дейді? 1000 километр. Басым биіктігі 1200 және 1800 метр. Тау жүйесінің максималды биіктігі, енді бұл Джон Моллма кімдермен салыстыруға келмейді. Тау жүйесінің жалпы биіктігі 2912 метр. Корно Гранде шыңы дейді. Түсіндіңіздер ме? Одан кейін Тянь-Шань, жалпы орталық Азияда орналасқан, 5 елдің аумағында орналасқан тау жүйесі. Қандай таулар жүйесі, қандай мемлекеттер кіреді? Осы Тянь-Шаньда Қырғызстан, яғни Тянь-Шань бізде, яғни тек қана Қазақстанда емес, Қытайда емес, сонымен қатар 5 мемлекет орналасқан. Қандай? Қырғызстан, Қазақстан, Қытай, Тәжікстан, Өзбекстан, иә. Тянь-Шань атауы Қытай тілінен аударғанда аспан таулары немесе Құдай таулары дегенді білдіреді екен. Бұл нәрсе сіздерге тест сұрақтардан келіп қалу мүмкіншілігі жоғары, сондықтан да бұған мұқият болыңыздар. Ең биік нүктесі, жалпы осы таудың ең биік нүктесі 7439 метр. Тянь-Шаньның батыстан шығысқа қарай ұзындығы, батыстан шығысқа қарай қанша дейді? 2500 метр, километр, кешірім, жалпы осындайды құрайды екен. Енді қараңыздар, ең биік нүктесі қандай десе, сіздер не жауап бересіздер? Жеңіс шыңы деп жауап бересіздер. Енді Тянь-Шаньның батыстан шығысқа қарай ұзындығы 2500. 1856 жылы Тянь-Шаньның алғашқы еуропалық зерттеушісі Петр Петрович Семенов болды. Ол өзінің еңбегі үшін Семенов Тянь-Шанский фамилиясына құрметті префикс алды. Яғни Тянь-Шанский деп айтады ол кісінің көбінесе, Семенов Тянь-Шанский деп айтады. Сондықтан да осыған мұқият болыңыздар. Келесі, Алтай таулар немесе Кавказ тауларын айтып кетейік. Алтай таулар және Кавказ таулары. Кешірім, Алтай таулары немесе Алтай таулары деп кетіп қапты. Негізі Алтай таулары және Кавказ таулары, иә. Алтай таулары орталық Азиядағы таулық жүйе. Жалпы солтүстік батыс оңтүстік-шығысқа қарай 2000 километрден асады. Тау жүйесі Ресей, Моңғолия, Қытай және Қазақстан шекарасында орналасқан. Жалпы Алтай тауының ең биік нүктесі 4506 метр. Келесі, Кавказ тауы. Солтүстік батыстан оңтүстік-шығысқа қарай 1100 километрден астам. Жалпы ең биік нүктесі Эльбрус тауы 5642. Бұл негізгі білу керек нәрселер. Одан кейін Орал тауы. Жалпы Орал тауын көбінесе былай деп айтады, Еуропа мен Азияны бөліп тұрған тау деп айтады. Ұзындығы 2000 километрден асады дейді. Ені 40-тан 150 километрге дейін. Ал осы Орал тауының ең биік нүктесі Народная тауы 1895 метр. Ненецкий Народан тығыз орман. Иә. Енді қараңыздар, Памир тауы жалпы Азияның оңтүстігінде және Гималай тау жотасы солтүстігінде, Тәжікстан, Қытай, Ауғанстан және Пәкістан аумағында орналасқан. Тау жүйесінің жалпы ең биік шыңы дейді осы Памирдің қандай дейді? Исмоила Самони. Қанша дейді? 7495 метр екен. Міне жалпы мынау бізде бағана айтып кеткен тау жүйелері Еуразияның. Орал тауы, Скандинав таулары, Карпат таулары, Альпі таулары, Пиреней таулары, міне. Онымен қатар Алтай таулары, Тянь-Шань таулары, Памир, Гималай, естіп үлкен осындай Еуразияда таулар кете береді. Кавказ тауы содан кейін. Каждыйының жалпы енді Еуразиядағы орналасқан жанар таулар. Жалпы Еуразияда жанар таулар айтып кетейік. Енді Еуразияда қандай? Жанар таулар Еуразиядағы ең биік жанар тау жалпы Ключи шоқысы дейді. Биіктігі 4754 метр. Жанар тау деген не? Жердің астынан атқылайтын, жерден атқылап шығатын жалпы ыстық бұлақ. Жанар тау деген осы жақтан апай осы жақты бір нетші береміз ғой. 1, 2, 3. Жанар тау дегеніміз не? Яғни жер қойнауынан ыстық магманың атқылауы, иә. Енді қараңыздар, жалпы бізде Еуразиядағы ең биік жанар тау қандай дейді? Ключи шоқысы. Биіктігі қанша дейді? 4754 метр. Келесі, Индонезия белсенді жанар тау қандай? Кракатау деген бар. Ол міне орналасқан. Міне Ключи шоқысы міне бізде. Сонымен қатар міне Эльбрус жанар тауы, Этна, Геква. Осындай жанартаулық биік шыңдар. Енді сонымен қатар Еуразияда білесіздер, гейзерлер тараған. Гейзер дегеніміз не? Ыстық бұлақты судың жер бетіне атқылап шығуы. Гейзер алтын сақина көздерінің бірінің атауы су тасқыны дегенді білдіреді. Жалпы астық су бұрқақтары мен қысымдағы жалпы жер бетінен, жалпы қысқаша айта кететін болсақ, жер бетінен ыстық бұрқақты сулардың сыртқа ағып шығуы. Гейзерлер вулканизмнің соңғы кезеңдерінен көріністерінің бірі болып табылады. Қазіргі вулкандық белсенділік салаларында кең таралған. Исландияда гейзер мемлекет деп аталады. Жалпы Исландия гейзер көп, сондықтан Исландия гейзер мемлекет деп аталады. Енді гейзерлер мынандай сұрақтар нәрсе болады. Гейзерлер қай жерде таралған? Гейзерлер көбінесе мына қай мемлекеттерде жанар таулар бар, сол жанар таулардың қасында таралған. Түсіндіңіздер ме? Міне жалпы ыстық бұлақты шөлдер.
ыстық бұлақты жалпы гейзерлер. Енді келесі нәрсе бізде бұл Еуразияның шөлдері. Так, Еуразиядағы ең ірі шөл бұл қандай шөл екен? Бізде Арабия шөлі жалпы. Одан кейін жалпы мына Гобби шөлі, Моңғолия мен Қытайдың аумағындағы. Одан кейін жалпы Сирия шөлі, бұны да жаттап алыңыздар. Керек дан информацияларын жазып көшіріп алыңыздар. Одан кейін Үндістандағы Тар шөлі. Тар шөлі де тест сұрақтарында бізде көп келеді. Так, келесі. Өзендер және оның алаптары. Енді былайша айтып кетсек, Еуразия негізі ішкі суларға өте бай. Еуразияда ішкі сулар көп. Өзендер көп, сонымен қатар қалдық көлдер көп Еуразияда. Еуразия материк су қорымен қамтамасыз етілуі және Оңтүстік Америкадан кейінгі екінші орынды алады. Яғни бізде кімге бір орын береді екенбіз? Бірінші орынды Оңтүстік Америкаға береді екенбіз. Жалпы өзен су бойынша екінші орынға біз шығады екенбіз. Еуразияның ең ірі қалдық көлдері, қалдық дегеніміз бұрын бір материкте болған, үлкен көл болған, кейін материк бөліну нәтижесінде қалып кеткен көлдер. Еуразияның ең ірі қалдық көлдері бұл бізде Каспий мен Арал екен. Каспий теңізі жер шарындағы ең үлкен көл, жалпы аумағы 390 мың километр квадратты құрайды екен. Еуразиядағы және дүниежүзіндегі ең терең көл қандай көл десе, бұл бізде Байкал көлі. Жалпы тереңдігі қанша дейді? 1620 метр. Жалпы Еуразияның ең ұзын өзені бұл бізде Янцзы 6300 километр құрайды екен. Ал енді көлдер. Бағана айтып кеткенде Еуразиядағы ең үлкен көлдер бұл бізде ең ірі қалдық көлдер Каспий мен Арал деп айттық. Ал ең терең көл бұл бізде Байкал деп айттық. Енді келесі нәрсе. Көлдер. Еуразияда көлдер өте көп, мына жақта айтып отыр. Еуразияда өте көлдер көп. Олардың қалыптасуы, аумағы, суының қасиеттері, таралу заңдылықтары жалпы екі келкі. Көлдер материктің солтүстік батысында жиі шоғырланған, яғни Еуразия қай жақта көлдер көп десе, Еуразияның солтүстік жағында көп, Олардың қазан шұңқырлары және қыртысының біртіндеп төмен түсуі мен мұздықтардың терең ену әрекет нәтижесінде пайда болған. Сондықтан жағалық сызықтары күшті тілімденген, терең және суы тұщы болып келеді. Так, ең ірілері, жалпы Еуразия көлдерінің ішіндегі ең ірілері бұл бізде Ладога мен Онега, яғни Ресейдегі жерлердегі. Ал Скандинавиядағы үлкен көлдер бұл бізде Еуразиядағы Венермен және Веттерн көлдері. Так, жер қыртысындағы терең жарықтарда орналасқан көлдерге жалпы Еуразиядағы Байкал көлдер, яғни терең жарықтарда, яғни терең көлдерді айтады. Еуразиядағы жалпы терең көлдер Байкал көл, Ыстық көл, Жайсан көл және Женева тағы да басқа көлдер жатқызамыз. Бұл көлдер табиғаттың әсемдігімен, суының тереңдігімен және мөлдірлігімен ерекшеленеді дейді. Еуразия кең таралған көлдер қатарына ежелгі мұхиттар орнында қалып қойған қалдық көлдер жатады. Олардың ең ірілері Каспий, Арал, Балка, Лобнор тағы да басқа көлдерді жатқызады екенбіз. Еуразияның климаты. Жалпы ең суық жері, тоқталып кететін нәрсе бізде қазір, сонымен қатар ең ыстық жері. Еуразияда барлық климаттық белдеулер кесіп өтеді, яғни Еуразияның барлық климат белдеулері өтеді. Мысалы, қанша климат? Соның барлығы Еуразияда өтеді. Қоңыржай, субтропиктік, тропиктік, субэкваторлық, экваторлық нәрселердің барлығы осы Еуразияда өтеді. Еуразияның барлық климаттар белдеулері кесіп өтеді. Ең суық жер Омиакон 70 градус. Мына жақтарда айтады. Ең құрғақ жері Аравия түбегі. Так, Аравия түбегінде Хали шөлі 86 градус. 86 градус. Келесі, орташа температура плюс 40 және бұл жер ең құрғақ аудан жылына 15 миллиметрден жалпы жауын-шашын түсетін аяққа, жалпы. Хали шөлі. Бұл жер ыстық болғанмен және ең құрғақ аудан жылына 15 миллилитр жауын-шашын түседі. Яғни жауын-шашын өте аз. Келесі, ең ылғал жері жалпы Еуразияда бұл бізде Үндістан жері. Үндістанда Чарапунжи елді мекенінен жалпы қанша жаңбыр жауады? 12 мың миллилитрдан астам жаңбыр жауады екен. Табиғат зоналары. Еуразияда жалпы арктикалық шөл бар, тундра мен орманды тундра шөлдері бар. Сонымен қатар тайга, аралас және жалқан жапырақты ормандар, орманды дала шөлдері бар. Так, мынаны енді жалпы жануарлары осы табиғат зоналарына белдеулерге байланысты өсімдіктер мен жануарлардың сіздерге жалпы үйге тапсырма ретінде берілетін болады. Осыларды жаттап аласыздар және осы бойынша сіздерге тест сұрақтары құрастырылатын болады. Келесі, пайдалы қазбаларына тоқтала кетейік. Бұл бізге маңызды нәрселердің бірі. Так, Еуразияда мұнай, газ кен орындары Парсы шығанағы, яғни мұнай, жанатын заттар көбінесе шығады қай жақтан? Парсы шығанағынан, солтүстік теңізден Каспий маңын ойпатынан және осы жерлерден, Батыс Сібір жазығынан. Келесі, көмір кен орындары Еуразияда Қытайдағы Датуннан көп шығады, Польшадағы жоғары Силезия, Уританиядағы Уэльс, сонымен қатар Германиядағы Рур, Ресейдегі Кузбасс, Қазақстанның Қараған тағы да басқа, яғни жаңартын пайдалы қазбалар, боксит Қазақстан және Қытайда табылады, тағы да басқа жерлерде бар деген сөз. Темір кен орындары Үндістанда, Ресейде, Қытайда,
Үнді мұхитынан інжу маржан, Шри-Ланка сапфир өндіріледі. Алтын кен орындары Сібір платформасына және Саха жеріне кездеседі дейді. Жалпы енді Еуразияда халықтың қоныстануы. Адамдардың Еуразия және қоныстануы Жерорта теңізі маңынан басталған. Яғни мынау бізде көріп тұрсыздар, Жерорта теңізі. Адамдардың өмір сүруі осы теңіздің қасынан басталған дейді. Осы жағалауда тұңғыш географиялық түсініктер қалыптасып, алғашқы географиялық ұғымдар жинақталған. Яғни гректер, римдіктер мемлекеттер көп түсіре осы жалпы географияның дамуына атсалысқан мемлекеттердің бірі. Көптеп атсалысқан география іліміне. Сабағына, Енді келесі нәрсе, географиялық ұғымдардың ауқымы кеңіне біздің заманымызға дейін 2005 жылы Крит аралын мекендеген ежелгі Миной халқы негізін салған. Жалпы олар, мен сіздерге айтайын, міне осы жақтарды мекендеген. Минойлар Египет және Кипр, Сицилия аралдарымен қазіргі Балқан түбегіне елдермен сауда қарым-қатынас жүргізіп, яғни жаңа жерлерге бару, яғни білімдерді талап еткен болатын. Жақсы, мынау бізде гректер мен римдіктер. Көріп тұрсыздар ғой, міне гректер, міне қастарында римдіктер. Келесі. Марко Полоның жалпы осы Еуразия материгін зерттегендегі еңбегі. Үндістан мен Қытайға саяхат жасаған кісі Марко Поло. Міне Венециядан бастап, міне Үндістаннан, Үндістан мен Қытайға, міне Италиядан бастап, Үндістанға, одан кейін Қытайға барған. Келесі. Енді осы кісінің еңбегі бар. Сол Үндістанға саяхат жасағанда шығарған еңбегі бар. Бұл сіздерге тест сұрақтарында келіп қалу мүмкіншілігі жоғары. Қандай еңбек десе, әлемнің әр түрлігі туралы кітап. Марко Поло еңбегі, Кітапта қалалардың географиялық орналасуы, қытайлардың дәстүрлері мен өмірі сипатталған дейді. Афанасий Никитинші 15 ғасырда Үндістанға жеткен, үш теңіздің арғы жағына саяхат деген еңбек жазып шыққан. Никитин барған жерлерін сипатталды: Кавказ, Персия, Қырым, Үндістан, Пржевальский, енді бұл тест сұрақтарында көп келеді. Пржевальский басшылығымен экспедиция жасаған ашушылар бүкіл әлемге орыс география ғылымын дәріптеді. Ғалым орталық Азияда болған, 15 жыл ішіне шамамен 33 мың километр жүріп өтті. 4 экспедициясы нәтижесінде Пржевальский Тибетте және Гоби шөлінде бірнеше тау жоталарын зерттеді. Қытайдың ұлы өзендерінің жоғарғы жағын зерттеді, Хуанхэ мен Янцзы бастауын тапты және құмдармен бірге қозғалатын адасқан Лобнор көлінің табиғи жағдайларын сипаттады дейді. Жалпы бұл кім? Пржевальский. Сонымен қатар бізде білесіздер, Еуразияда жалпы көп таралған бір құлан бар, Бұл бізде соған Пржевальскийдің жалпы зерттеуіне байланысты атау берген екен, Пржевальский жылқысы деген секілді. Пржевальскийдің еңбектері. Семенов, Тяньшанский, бағана айтып өткенде бұл кісінде жалпы Тяньшан зерттеуде үлкен еңбектері бар. Шоқан Уәлиханов 1856-1859 жылдары Орталық Азияның ішкі аудандарына саяхат жасаған. Қазақстан мен Орта Азиядағы Тяньшан тау жүйесінің бір бөлігіне өтіп, Ыстықкөл жағалауында болып, одан әрі Қашқарайға бет алған. Дежнев солтүстік және шығыс Сібір зерттеушісі болған. 1648 жылы Беринг бұғазы арқылы солтүстік мұзды мұхит арқылы Тынық мұхитқа өтті. Витос Берингтен бұрын ашқан болады. Еуразияның халқы және елдері, мынау бізде Еуразияда жалпы қазіргі таңда өмір сүріп жатқан барша мемлекеттер. Бұны жаттап аласыздар. Міне оңтүстік Еуропа осындай жасыл түспен, шығыс Еуропаны сарғыштау, батыс Еуропа қызғылтау, солтүстік Еуропа бізде көбінесе көкшіл түспен белгіленген. Көрдіңіздер ғой? Еуразияның халқы 5 миллиардқа жуық. Яғни дүниежүзінің 3-4% осы Еуразияда тұрады. Аймақтағы халықтың саны жөнінен Еуразияда бірінші орын алатын елдер бұл Қытай, Үндістан, жер көлемі бойынша Ресей, Қытай, Үндістан, Сауд Арабиясы және Қазақстан. Еуразияда әлемнің 7 кереметтерінің бірі орналасқан. Мысалға, Эфестегі Артемида, Түркиядағы Түркиядағы Галикарнас, Вавилондағы жалпы аспалы-бақтар, сонымен қатар пирамида, Грекиядағы Зевс мүсіні, Родос және Гелиос мүсіні, Родос аралында Гелиос мүсіні. Еуразияда орналасқан жетекші дамыған елдер, Еуразия мықты дамып келе жатқан елдер, бұл бізде Жапония, Ұлыбритания, дамыған елдер, то есть ол Жапония, Ұлыбритания, Италия, Франция, Германия. Жаңа индустриалды елдер, Сингапур, Оңтүстік Корея, Тайвань, Гонконг, Азия айдаһарлары. Бұлар жалпы осы Оңтүстік Корея, жаңа индустриалды елдерді тарихта бізде Азия айдаһарлары деп атайды. Еуразияда социалистік жолмен дамып келе жатқан елдер КДР, Қытай Демократиялық Республикасы, Қытай Халық Республикасы, КХДР, Корей Халық Демократиялық Республикасы, Вьетнам. КДР дегенімізде Қытай Демократиялық Республикасы, немесе Қытай Халық Республикасы деп айтсақ болады. КХДР Корей Халық Демократиялық Республикасы, яғни ана білесіздер, КНДР-ді білеміз ғой, Вьетнам және Еуразия нашар дамыған елдер қандай елсе? Непал, Бутан, Камбоджа, Лаос.
Осымен жалпы Еуразия материк туралы біздің тақырыбымыз аяқталды. Құрметті білім алушылар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.